Есірткіні қолданудың алдын алу жасөспірімдер мен жастарды, олардың санасына әсер ететін заттардың әсерінен болашағын қорғаудың негізгі және ең тиімді әдісі. Есірткіні тұтынатын адамдар тұрақты интоксикацияның салдары болып табылатын ауыр аурулардың асқынуларынан ғана емес, сонымен қатар есірткінің артық дозалануынан, мас күйіндегі жазатайым оқиғалардан, абстиненциядан туындаған ауыр депрессия шабуылындағы суицидтен де өледі. Нашақорлар лас шприцтерді қолдану кезінде қанға жұқтырудан, қан тамырларының тромбозынан, ВИЧ инфекциясынан, Б және С вирустық гепатиттерінен қайтыс болады. Бастапқы профилактика, салауатты өмір салтын белсенді насихаттау, жасөспірімдер мен жастарды психоактивті заттардан бас тарту рухында тәрбиелеу, қоғамның санитарлық гигиеналық мәдениетін қалыптастыру, отбасылар мен қауымдастықтарды тарту, ғаламторда, әлеуметтік желілерді және басқа да онлайн платформаларда, оның ішінде мақсатты нығайту бағдарламаларын қоса пайдалану арқылы әртүрлі контекстердегі бірқатар шараларды пайдалану. Біздің таңдауымыз салауатты өмір салты.